Сол түні жас келіншек қатты жылады. Бұл оқиға оның өмірінде мәңгіге таңсыз жара болып қалар анық. Бәрі мынадан басталған еді. Күндіз 2 айының бел ортасына жеткен уақыт. Таңғы шайды бейқам күйде ішіп отырған жас келіншек әлеуметтік желіде мына күні дәл үйінен 2 минуттық жерде өзі жиі барып жүретін кітапханада айтулы іс-шара болады дегенді көзі шалып қалды да сол сәтте оның алдынан бөлек бір әлем ашылғандай еді. Содан бері апта санап, күн санап сол бір күнді асығып қатты күтті. Күйеуінен қалай сұранарын білмей, кешкі асқа дәмді тамақ дайындап, кішкентай қызының да ұйқыға жатар уақытын бағамдап әуре сарсаңға түскен. Дәл сол күн, кешкі уақыт, күткен күйеуі де есіктен кіріп келді. Әйелінің әлденені айта алмай қипақтап тұрғанын білсе де соңын күтейін деп үндемеді. Ас үйде етін молынан салынған сүйікті асы даяр тұр екен. Бір бөлмелі пәтердегі 3 асықпай кешкі астан ішті. Ерлі-зайыпты кішкентай қыздарының тәтті қылықтарын, былдырлап шыққан тәтті сөздерін қызықтай күлісті. Ыстық-ыстық шай да ішілді. Бүгінгі күннің жаңалықтары да айтылды. Әйел тоңазытқыштың үстіндегі сағатқа қайта-қайта қарап тағаты таусылардай болды. Сәлден соң ақырын сөз бастады. Өткенде айтып едім ғой, кітапхана түні жайлы. Я, бүгін беді, ұмытып кетіппін ғой. Қазір басталып жатыр. Мен поэзия кешіне үлгерсем болды. Егер рұқсат беріп жатса оқимын ғой деп 2-3 өлеңімді де дайындап қойдым. 1 сағатқа барып келейінші. Әрине барып кел. Саған ондай әдеби жерден қалмау керек. Бара ғой. Жас келіншектің жүзіне әп-сәтте күлкі үйіріліп, күйеуін қапсыра құшақтап бетінен сүйді. Рахмет жаным, қызымды ұйықтатып бірақ кетемін. Кешігіп қалмайсың ба? Жоқ, поэзия сағаты сәл кешірек болады. Бағдарламадан уақытын қарап шықтым. Қазір белгілі ақынмен қолтаңба кеш өтіп жатыр. Осылай деп әйелі жүре сөйлеп бір күн алдын дайындап шкафқа іліп қойған киімдерін ел көзіне біртіндеп шығара бастады. Жас келіншек сондай көңілдеді. Тап бір жерде емес, көкте қалықтап ұшып жүрген сияқты. Жүрегі ретсіз соғып сахнаға шығар сәтті тағатсыздана күтеді. Сәлден соң кішкентай ғана қошаққаны тәтті ұйқыға кеткен. Ана жүрегіме жоқта оянып қалып іздеп жылап қалмас па екен деп те уайымдайды. Бірақ күйеуінің алаңдама, қызымызға өзім қараймын деген сөзі көңіліне медеу болғандай. Келіншектің мүсіні бұрынғы қыз күндей талдырмаш болмаса да сол кешке лайықты үлгіде киінген еді. Иығынан сәл асатын қою қара шашын босатып, аяғына өшкелі қара етігін киді. Әйелінің күндегіден бөлек сымбатын көргенде күйеуі сәл үнсіздіктен соң қолыңа неке жүзігін ұмытпай тағып ал деді. Бұл қызғанғанның белгісі екенін айтпаса да түсінікті еді. Әйелі онсыз да ол неке жүзікті қолынан бір сәтке шешпеген де болатын. Байқап жүр, дала жаңбыр, қол шатыр алмайсың ба? Жоқ, қажет емес, жаңбыр басылған сияқты. Мына тұрған жер ғой, тез-ақ жетемін. Гүл алып үлгерсем болды. Ал сәттілік, жақсы барып қайт, жеткенде ұмытпай жаз. Көшеде жаңбырдан кейінгі жып-жылтыр асфальт пен салқын ауа сыртқа тепкен. Салқын ауа кеңсірегінді ашардай сондай таза. Жас келіншек енді ғана өзінің қаламгер екенін қайта сезінгенде жеделдетіп отырып гүл сататын дүкенге жетті. Ондағы ойы кітапхана басшысын алдағы төл мерекесімен құттықтау болатын. Қырсыққанда флорист әйел істен гөрі сөзге шебер болып шықты. Поэзия сағатының басталуына санаулы минуттар қалса да әлгі әйелі асығар емес. Мен негізі асығып тұр едім. Осыдан соң ғана жұмыс алға баса бастады. Сонда да болсын. Әдемі киініп алыпсыз, бүгін біз білмейтін мереке ме деп қалдым. Я, кітапханашылар күні. Сіз кітапханада істейсіз бе? Әзірге жоқ, бірақ істесем бе деген арманым бар. Осымен сөз де тәмам, іс те тәмам болды. Асыққанда жолда жеткізер емес. Адымдарын алшақ басайын десе, жылтыраған асфальтқа биік өкшкелі етікпен тайып жылғылармын деп сақтанып та келеді. Әйтеуір аңсап күткен мерекеніне жетті. Десе де ішке алқынып енбес бұрын өз-өзін ретке келтіріп, ептеп адымдай кірді. Кітапхана іші жым-жырт. Әр жерде оқырмандар өз басымен әуре болып отыр. Біреуі ноутбукқа, енді біреулері кітапқа басымен кіріп кеткен. Қызметкерлер болса тіптен жайбарақат. Бұл жерде айтулы іс-шара өтіп жатыр деп айту қиын. Сонда да үміт оңай үзіле қойсын ба? Сырттан кірген бейтаныс жан қабылдау бөлімінің алдында тұрған қызметкерге барып баяу үнмен: «Қайырлы кеш, поэзия кеші қай жақта өтіп жатыр, айтып жібересіз бе?» деді. «Сәлеметсіз бе?
Ол кеш жаңа біраз бұрын ғана өтіп кетті ғой, деді кітапханашы қыз алаңсыз. Осы кезде оның жүрегі түсініксіз зырқ ете қалған. Қалайша, бағдарламада дәл осы уақытта басталады деп көрсетілген ғой, мен уақытылы келіп тұрмын ғой. Бірақ біз белгілі бір себептермен ертерек өткізіп жібердік. Сіз сол кешке арнайы келген бе едіңіз? Арнайы дайындалып келдім. Қызметкер қыз келушінің көзіне жас толғанын көріп, қазір деп бірден дәліздің соңындағы кабинетке кіріп кетті. Сәлден соң қайта шығып кабинетке кіруін өтінді. Ішке енсе, кітапхана басшыларының бірі үстелін жинақтап жатыр екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен поэзия кешіне келіп едім. Көрсетілген бағдарлама бойынша дәл уақытында келдім. Кештің бітуіне әлі жарты сағат бар ғой. Қызметкерлеріңіз кеш аяқталып қойды деп жатыр. Дұрыс айтасыз, бірақ біз кейбір шараларды ертерек өткізуімізге тура келді. Кешірім өтінеміз. Жоқ, ендігіде іркілген моншақ жастар бұдан әрі үзіліп түспеуге шыдай алған жоқ. Кеудесінде бір ауыр тас тұрып қалғандай, көзінен аққан жастарды қанша білдірмейін десе де болатын емес. Мен бұл кешке арнайы келдім ғой, омыраудағы баламды тастап, осы кеште өлең оқысам ба деп арнайы келген едім ғой. Кітапхана қызметкері қарсы алдында қыстығып жылап тұрған бейтаныс қыздың алдында қатты ыңғайсызданды. Сізден ұят болды-ау, кешіріңізші, маған байланыс нөміріңізді қалдырыңызшы. Келесі жолы поэзия кешіне сізді міндетті түрде шақырамыз. Бұл болса жылап тұрып телефон нөміріндегі сандарды бөліп жарып әрең-әрең дауыстады. Көз жасы әлі де тоқтамақ емес. Бізде бұндай жағдай бірінші рет орын алып тұр. Не істесек екен? Енді бұл қатемізді қалай түзете аламыз, айтыңызшы. Ешқалай түзете алмайсыздар. Ендігіде бұл жерде тұрудың еш мәнісі қалмағанын түсінді де, мына гүлді арнайылап сатып алған едім. Мерекеңізбен сау болыңыз деп бесіктен шығып кетті. Сол шыққаннан соңынан естіліп жатқан дауысқа мойын бұрмастан, қыстығып барып кітапханадан сыртқа қарай атылып бірақ шықты. Бұл жолғы салқын ауа кеңсірігін одан сайын тұншықтыра түскенде қатты жылады. Көшені басына көтере дауыстай жылады. Асығып жеткен кеш, сағынып күткен сахна, оқырманның ыстығы ықыласы, оқылмаған өлеңдер, бәрі де бір сәтте жоққа айналды. Жалғыз-ақ неде деді. Неге екенін өзі де білмейді, бәрі де бекер болғаны ма? Кішкентай ғана арманның гүлі көкке ұшқаны ма? Көшедегі адамдар оған бір түрлі быжырая қарайтындай. Олар мені түсінбейді, мені ешкім түсінбейді. Үйінің алдына дейін кемсеңдеп жылап кірді. Пәтерінің кілтін іздегенде ғана барып есін жиды. Күйеуі мына түрін көрсе шошып кетер анық қой. Үйге реттеліп кірмек боп тамағындағы ащы өксіктен арыламын деп екі рет терең тыныстап алды да ішке енді. Кетуінен келуі тез болған келіншегін күйеуі таңырқай қарсы алған. Әйелінің көздері қып-қызыл болып ісіп кетіпті. Не болып қалды, бәрі дұрыс па деп есік аузында тұрған әйеліне жетіп келді. Кеш бағана өтіп кетіпті, мен қатыса алмадым, өлең оқи алмадым. Бұны енді азаматы қалай жұбатарын білмей жұбайының көздерінің жасын сүртіп, осығандай жылай ма екен ботам-ау, жүре ғой, ішке кірші. Мен уақытында бардым ғой, арнайлап бардым ғой, сіз мені түсінбейсіз. Неге түсінбейін? Әрине түсінемін. Өлең оқыған келіп қыстығып жүргеніңді жақсы білемін. Үйде отырып өз ортаңнан алыстап қалдың. Уайымдамашы болды, жылама. Сен әлі күшті жерлерде өлең оқисың. Қай жерде оқығың келеді, айтшы. Ұлттық кітапханада оқығың келеді ме? Әлде академиялық кітапханада ма? Ертең-ақ сөйлесемін. Болды, қоя ғой, жылама. Сіз мені түсінбейсіз. Түсінемін жаным, түсінемін. Бұл жолы да келіншек күйеуінің қанаты сынған жаралы құстай тағы да қапсыра құшақтады. Орындалмаған армандар деген осылайша түйнек-түйнек мың болып жүрек түкпірінде қалып қоюда деген. Бұл әңгімеден өзіңіздің армандаған арманыңызға ешқашан үмітіңізді үзбеңіз деген ниетпен осы әңгімені аяқтағым келеді.